Армысыңызға қалғалай, денсаулық қалай? Қайрат Сызатов деген жігіт былай дейді. Түркі тілінде кісі адам дегенді білдіреді. Кеше, кеже, міже, біже және тағы басқа 20 ғасырға дейін татарларды қазан кісі деп атаған. Қазан деп атай ма, ошақ деп атай ма, ол татарлардың шаруасы. Түркілер кежек дейме, біжек дейме, мүжек дейме, олардың шаруасы. Біз қазақтың кісі деген сөзін, орап айтсаң ісік деген сөз шығатын сөзін талдап отырмыз. Кісі ақылға ақылдасып барып қана шешім қабылдайды. Адам өре биіктігіне ие. Ол міндетті түрде шешімді естіп тұрады. Кейбір заттарды материализовать ете алады. Ол адам, анау кісі. Кісіліктен төмен кетіп болатын болса пенде дейді. Ол тек қана сары ойымға салып, ойланып, ешқандай келген ойдың жауабын айта алмайды. Міне осындай қазақы дүниетаным. Адамның кісіге, кісінің пендеге, пенденің сорлы, есілін көкмилыққа құлап кететін дәрежесін анықтап тұрады. Ұқтың ба? Сау бол.